Сәлем достар, мен Әсет Рахматолла, тендер экспертімін. Мен өз YouTube парақшамда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Маған тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызға жіберіңіз. Ал бүгінгі біздің тақырып НДС. Ол не үшін көтерілді және оның себептері. Ал кеттік. 16% НДС ол жаңа нәрсе емес. Біз 2001 жылдан бастап 2009 жылдың аралығында 16% төлегенбіз. 12% НДС ол 2019 жылдан бастап пайда болған. Ал 2020 жылдан бастап қайтадан 16%-ға оралдық. Сәйкесінше бұл жаңа емес, біз өзіміздің тарихи НДСімізге оралып жатырмыз. Ал басқа мемлекеттермен НДСті салыстырайық. Мысалға, Ресейде 20% НДС, Өзбекстанда 15% НДС, Арменияда 20% НДС, Грузияда 18% НДС. Атап айтқан кезде біздің НДСіміз жоғары емес. Біз СНГ мемлекеттерінің арасында орташа деңгейдеміз. Бірінші себеп ол геосаяси жағдай. Мысалға, қазір әлеуметтік желіде модны болып жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев кезінде өмірі басқа болды деп, ол кезде салық аз, штраф аз деп. Алайда қазіргі билікті екеуін салыстыруға келмейді, себебі екеуі екі түрлі кезде билік еткен. Қазіргі Ресей мен Украинаның соғысына байланысты біздің экспортымыз Еуропаға дейін жете алмай жатыр. Сондықтан мемлекеттің кірісі азаюда. Сол себептен мемлекеттің кірісі азайғандықтан бізге салық реформалары қатты қажет. Екінші себеп карантин. 2020-22 жылдарда бизнеске салық каникулдары берілген болатын. Сол себептен бюджетке көп ақша түспеді. Және де бюджеттен нацфондтан, қордан көп шығындар болатын. Себебі бизнесті домалату керек, ол үшін оларға субсидиялар, көмек керек болатын. Алайда қазір қордағы ақшаны қайтадан толтыру үшін бізге осы салық реформа қатты қажет болатын. Осы салықтың арқасында біз қордағы ақшаны көбейтіп, және де өзіміздің экономикамызды тұрақты қыла аламыз. Үшінші себеп әлемде мұнай бағасының арзандауы. Қазір біз байқап жатырмыз, 2025-те Америка өзінің мұнайын сатайын деп жатыр, және бізде әлем бойынша мұнай сататын конкуренттер көп. Мысалға қарасақ, бұрында біз мұнайды $120-140 баррель үшін саталатымыз. Ал қазір күннен күнге мұнайдың бағасы түсуде. Мысалға 2024 жылдары $80-90 болса мұнайдың бағасы, ал қазір ол $78 баррель. Сондықтан біздің основной экспортымыз мұнай болғандықтан, ол біздің тікелей бюджетімізге әсер етеді. Ал бюджеттің кірісі азайған сайын біз оны басқа жақпен толтыру керекпіз. Сол себептен НДС көтеру мәселесі ол дұрыс шешім. Алайда фермерлердің жағдайы жақсы болады. Неге? Себебі ауыл шаруашылық саласы НДС-тен босатылады. Ал дәрі сататын кәсіпкерлер олар да жаман емес. Себебі олар 10% НДС төлейтін болады. Ол қарапайым халықтың жағдайы үшін жасалған. Алайда сіз тендер кәсіпкері болсаңыз, сіздің жағдайыңыз вообще нештек. Себебі сіз НДС-ті өзіңіз төлемейсіз. Мысалға, сіз НДС плательщик боласыз, тендерден келісімшарт ұттыңыз, сізге НДС-тің ақшатын үкімет, ол заказчик өзі қосып береді. Пример, 100 миллионға договор ұттыңыз, сіз НДС плательщиксіз, сізге 20 миллионды келісімшартқа үстінен қосып береді. Сонда сіздің келісімшартыңыз 120 миллион болады. 100 миллион өзіңіздікі, 20 миллион салыңызға. Керемет емес па? Әрбір мемлекет осындай әлемдік өзгерістер жағдайында, геосаяси қиындықтарда, әлемдік кризисте осындай мәжбүрлі шешімдерге баруға тура келеді. Әйтпесе, салық алмаса дұрыс, зарплата дұрыс төленбейді, ауруханалар дұрыс жұмыс жасамайды. Сол себептен осы шешім самый оптимальный. Сіз өзіңіз қандай шешім қабылдар едіңіз? Және осы комментарийде бөлісіңіз. НДС-тің әсері сізге тиді ма, тиген жоқ па? Сізбен болған Әсет Рахматолла. Қош сау болыңыздар.